Қайырлы күн, қымбатты білім алушылар. Көңіл күйіміз қалай? Дүниетану сабағына қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге бір сұрақ қойғым келеді. Ата-баба дегенімізді қалай түсінеміз? Олар кімдер? Дұрыс айтасыңдар, жарайсыңдар. Ата-баба біздің арғы тегіміз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қазақ халқының шығу тегі. Кітабымыздың 36-шы бетінде ағаштың суреті тұр. Барлығымыз суретке назар аударайық. Яғни ағаштың діңгегі және бұтақтары бар, Осы бұтақтарда, діңгекте қазақ халқының арғы шығу тегі көрсетілген. Яғни діңгекте сақтар, ғұндар, түркілер деп жазылса, бұтақтарында қазақ халқының 3 жүзі көрсетілген. Ұлы жүз, орта жүз және кіші жүз. Ұлы жүз руларына Қатаған, Шапрашты, Сіргелі, Ошақты, Қаңлы, Сары Үйсін, Суан, Албан, Ысты, Жалайыр, Дулат рулары жатса, орта жүзге Уақ, Қыпшақ, Қоңырат, Найман, Керей, Арғын руларын жатқызуға болады. Кіші жүз Әлімұлы, Байұлы, Жетіру руларынан тараған. Біз қазақ халқының шығу тегімен танысамыз. Тарих өткенді зерттейді. Өткен замандардағы тарихи оқиғаларды шатастырмай оқып тану үшін бізге уақыт тізбесі мен қазақ хандығының картасы көмектеседі. Уақыт тізбесі дегеніміз не? Яғни уақыт тізбесі біздің заманымыздан бұрынғы және біздің заманымыз осы аралықтағы ғасырларды қамтиды. Уақыт тізбесімен біз қалай жұмыс істейміз? Әлемдегі көп елдер жыл санауды Иса пайғамбар дүниеге келген уақыттан бастайды. Христиандардың пікірінше, христиан дінінің негізін қалаушы Иса Мәсіх өмірге келген жыл бастапқы күн болып саналады. Содан кейін болған оқиғалар біздің заманымызға жатады, ал оған дейінгі болған оқиғаларды біздің заманымыздан бұрынғы деп айтамыз. Біздің заманымыздан бұрынғы ғасырлар мен жылдар санағы кемей береді. Мысалы, 7-ші ғасырдан кейін 6-ші ғасыр, одан соң 5-ші, одан соң 4-ші, 3-ші ғасыр және осылай кете береді. Тарихта ғасырлар Рим цифрымен, жылдар араб цифрымен жазылады. Кітабымыздың 38-ші бетінде 15-ші, 17-ші ғасырлардағы қазақ хандығының картасы көрсетілген. Бұл картадан біз қандай мәліметтер ала аламыз? Яғни картаға қарап отырсақ, қазақ хандықтары көрсетілген және 300-дің орналасу аймақтары көрсетілген. Сақтар мен ғұндар, түркілер, қазақ халқының арғы бабалары. Біздің бабаларымыз ат құлағында ойнаған шабандоз әрі сайыпқыран сарбаздар болған. Олар көшпелі мал шаруашылығымен айналысып, жыл маусымдарына қарай мал жайылымдарын ауыстырып отырған. Халықтың бір бөлігі егіншілікпен де айналысқан. Сөйтіп, Сырдария өзені мен Жетісу маңында қалалар бой көтерді. Онда қолөнер шеберлері мен саудагерлер тұрған. Қолөнер шеберлері түрлі әшекей бұйымдар жасаған. Бұл атадан балаға мұра болып, жалғасын тауып келе жатқан кәсіп. Бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында мен сіздерге бірнеше тапсырмалар ұсынамын. Бірінші тапсырма уақыт тізбесімен жұмыс істей білеміз бе? Яғни уақыт тізбесі бойынша қай халық өзгелерден бұрын өмір сүргенін анықтаймыз. Сақтар, ғұндар, түркілер қай ғасырларда өмір сүрді? Кітабымыздың 37-ші бетінде уақыт тізбесі көрсетілген. Уақыт тізбесінде біздің заманымыздан бұрынғы және біздің заманымыз осы жерде ғасырлар көрсетілген. Яғни біздің тапсырмамыз түсінікті болса, барлығымыз тапсырманы мұқият орындаймыз. Біздің бабаларымыздың киімдеріндегі айырмашылықтарға назар аударайық. Олардың дәстүрлі киімдері өмір салтына қарай бейімделгенін аңғаруға болады.
Тігіншілер киімдерді атқа мінгенде ыңғайлы, суықта жылы, жазда салқын әрі жеңіл болатындай етіп тіккен. Киімдерге салынған өрнектер әр ұлттың дәстүрін айшықтай түскен. Әр халықтың материалдық мәдениетіндегі ұқсастық олардың кәсіптерінде ғана емес, өнер туындыларында да байқалады. Суреттерде ғұндардың полихромдық стильде жасалған зергерлік бұйымдары мен қазақтың зергерлік бұйымдары берілген. Бұл әшекейлерді қандай белгілеріне қарап ажыратуға болады? Сіздерге тапсырма: 39 беттегі әшекейлердің суретіне қарап, қалай ажыратуға болатынын еске түсірейік. Жарайсыңдар. Үйге тапсырма: тақырыпты мұқият оқимыз және өзіңді тексер тапсырмасын орындаймыз. Сау болыңыздар.